Сіздермен бірге BKKZ. Мен бүгін сіздерге міне осындай ойын көрсететін боламын. Мінекей осындай ойын. Бұл симулятор ойын. Кімге бұны білетіндер лайк бассын. Левел істейтін бір адамдық бұл ақшамен. Мен 23-ші уровендемін. Міне осындай ойын. Міне осындай білетіндеріңіз болса, білетіндеріңіз бар болуы мүмкін. Мінекей 2600 теңгеміз бар екен. Осыны үшеуін қояйық. Алғаннан үшеуін, тағынан үшеуін. Бұл достар енді. Мұнан екі жағын қоршаймыз. Аны істейміз. Аны қорғау шығыламық. Сосын достар, обязательно садақшы қойып қоймасам. Садақшылар өте жақсы атат. Болды, гәу дейтін бар. Гәу. Осыны басамыз, менікі мына жақ менікі. Мен көкпін, астынан көк жанып жүр менікінде. Мына жер көк болған соң, аналарда қызыл көрінеді. Бұлардың адам отылы екен. Лайк басып жазыламыз. Мінекей осындай ойын. Бұл керемет ойын. Өте керемет. Мінекей мана шығарған садақшыларым. Мінекей бұлар өте күшті садақтар атады. Мен осындай. Маған осы ойын өте қатты ұнайды. Біз ұтылатын секілдіміз. Бұлар бар өйткені. Бұлар біз ұтып кетуі мүмкін. Достар, бұл творческий түрі бар. Ақшасыз ойнай беруге болатын. Соны көргілеріңіз келсе, лайк басамыз. 2000 лайк басайық. Мінекей біз ұтылдық. Ұтсаңыздар да осындай видео жоқ кетеді. Міне. Ұтылдық біз. Міне осындай ойын. Осы лайк басайық. Екінші түрін көрсетейін мен сіздерге міне. Ол ақшасыз. Мынаны бассақ карта өзгереді. Бізге осы жақсы. Бізден де 3 алайық. Бұл ақшасыз достар. Міне Blue армия деп тұр. Бұнда кеткен ақшамыз тұрады. Ал Red армияға тағы біз құруымыз керек. 2 адамды ойнауға болады осылай достар. Өйстіп қояқ. Аризадың керек, маған не осыны ұнатам. Не істейміз енді? Шабашылар көп керек. Болды, біздің армия дайын. Достар, не қатек қана. Осындайлар қойып. Қазір қойып болған соң көрсеміз. Достар, міне бұл жүк осылай қойып. Ендеше біз карта таңдаймыз міне. Негізі бізге осы жақсырақ. Осын ала берейік міне. Гәу. Міне менің армия, мыналар өтіп армия құра салдым. Садақшылар атылатын, мінекей артта. Біздің команда. Басыңыздар, давай. Достар, келесі видео сұрақ жауап болмақ. Ендеше маған комментарияда сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Сосын әлде аға үнлеріңізбен ойнауға болады. Мына осы ойын жазылыңыздар. Симулятор білсеңіздер, астына қарай түсеңіздер болады.
оларды садақ шығарып кетеді. Давай, балта. Давай, ұршиш. Бұлдарын ұрып кетсеңдер. Ой, ұр. Мықты. Біз ұттық, достар. Міне, Blue Army 1 дейді. Біз ұттық, достар. Міне, осындай ойын. Міне, эписте осындай адамдар, бұл мықты адамдар. Бұны әзірше асалмайсыңдар. Видео олсын, левелске кіріп, міне, эписте бұлды жабық тұр. Ең алдымен осындай көп левелдер бар, соны ұтуымыз керек, достар. Содан кейін бар олар ашылады. Бұл нешеге шейін екен көрейік, күтіңіздер. Достар, міне бұл 300-ге шейін барады екен, міне. 130-ға шейін барады екен. 130-ға шейін барса, сосын ашылады екен. Өздеріңіз жазыңыздар. Бұл өте керемет ойын. Жазып алып ойнасаңыздар болады. Міне, бұл жерде қылыштар, міне көріп тұрғандарыңыздай. Соқылышта 35 деп тұр астында. Не 35 адам шығару керек. Үстіндегі шығарған адам болып есептеледі. Мінекей осындай. Бәрінің ақшасы төменде жазылып тұр. Мінекей осындай. Ең керемет адам мыналар, мінекей. Мыналар. Сосын ататындарда мынау сосын болса. Мынау да лақтырады. Бұл балтасын лақтырады. Барбалиан дейді. Экси бұдан бәрін. Фит. Бұл жақсы. М16. Бұл да жақсы. Бұл атат. Бірақ кезіліп қалады. Команда. Бұл қылыштаушы. Динамит қой. Бұл не бомб лақтырады. Мушкетер. Пушкетер қой. Бұл мүмкіндігі өзінің атат. Вамикан. Аты осындай, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай алдарыңызда тұр. Эпис Battle Simulator деп тұр. Ендеше достар, сау болыңыздар. Ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Сау болыңыздар.